қасиетті Құранда түн сөзі 114 мәрте кездескен, білесіздер ме? Баршаларыңызға ассаляму-алейкум. Бүгінгі видеода түнгі намаздың қасиетін, құпиясын, маңыздылығын, пайдасын және де түнгі намаз тахаджудты қалай оқу керек, сол туралы айтатын боламын. Біреулер үшін түн қорқынышты, қараңғы болатын бір уақыт болса, ал біреулер үшін Алланың көркем сипаттарын сезінетін, Аллаға барынша сезіне тұрып құлшылық жасайтын уақыттардың бірі. Түн сөзін жаңа айтып кеткенде Құранда 114 мәрте кездестедік. Оның барлығы бекер емес, өйткені үлкен тарихи оқиғалар түнде болған. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям жеті қат аспанға көтеріліп тозақ пен жәннатты көрген пайғамбарлармен кездескен уақыты ол түн уақыты болатын. Ол Құранда Исра Миғраж деген оқиғаларда баяндалған еді. Дәуд пайғамбар ғой, Дәуд пайғамбарға Забур кітабы түседі. Забур кітабы түскен кезде оның анасы былай деген: балам, түнді көп ұйқымен өткізіп алма, өйткені көп ұйқы адамды ақырет күні кедей қылады деген. Сол өсиетінен кейін Дәуд пайғамбар түнгі намазы еш қалдырмай оқыған болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям ол туралы Аллах тағалаға ең ұнамды намаз Дәуд пайғамбардың намазы деп атап өткен болатын. Енді тахаджуд сөзінің мағынасы не? Оны түсінейік. Тахаджуд Құранда хаджада деген бірден шыққан, яғни түнгі құлшылық, түнгі намаз, түнде сергек болу деген мағыналарды білдіреді. Тахаджуд намазы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалямға парыз болған, яғни ол еш қалдырмай саллаллаху алейхи уассалям еш қалдырмай оқыған болатын. Ал бізге ол намаз сүннет намаздардың бірі болған. Түн болған кезде, түннің бір уақытында Аллах тағала жер бетіне түсіп, кім менен дұға сұрайды, дұғасын қабыл етейін. Кім менен бір нәрсе сұрайды, мен сол қалаған берейін. Кім менен кешірім сұрайды, мен кешірейін деп айтады екен. Сонымен қатар бұл жерде тікелей түсу деп түсінбеу қажетті. Бұл кезде түнде адам оянған кезде жүрек риядан, дүние құмарлықтан және басқа да екіжүзділіктен тап-таза болады. Яғни пендесімен құлы ғана болатын сәттердің ең мықты сәттердің бірі. Сонымен қатар Жәбірейіл періште де түнгі уақытта түседі екен, білесіздер ме? Неге? Өйткені бүкіл періштелердің барлығы осы түннің бір уақытында түседі. Аллах тағаланың ең рахметі жауған уақыттардың бірі болады екен. Осы тахаджуд намазы Құранда да айтылған болатын, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалямға парыз болып келген. Және де түннің маңызы туралы, осы тахаджуд туралы көптеген сүрелерде айтылған. Мысалы, Хадж сүресінде, Қамар сүресінде және де жаңа Исра Миғраж оқиғасы туралы Исра сүресінде айтылып кеткен еді. Осы тахаджуд намазын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям 11-9-7 ракаттан оқыған. Неге? Тақ. Өйткені намаз 4 ракат, 8 ракат болу керек қой деген ой туындайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям тахаджуд намазын, құптан намазын 3 ракат үтір намазымен қосып оқыған. Яғни 3 ракат үтір намазы, 8 ракат оқыса 11 ракат болып шығады жалпы саны. Немесе 3 ракат үтір намазы, 4 ракат тахаджуд намазын оқыса жалпы саны 7 болып шығады. Егер сіз тахаджудке ояна алмаймын деп қорқатын болсаңыз, онда құптан намазын, үтір намазын оқып жатқаныңыз дұрыс, қаза болып кеткеннен гөрі. Енді біз тахаджуд намазын 2 ракаттан бастап 12 ракатқа дейін оқысаңыздар болады. Бастапқы кезге 2 ракаттан оқуға кеңес беремін. Ал енді сұрақ, тахаджуд намазын қалай оқиды? Тахаджуд намазы ниет айтасыздар. Мысалы, 2 ракат оқитын болсаңыздар, ниет еттім тахаджуд намазын 2 ракатын оқуға деп, 2 ракат сүннет, немесе 2 ракат парыз секілді тура фатихадан кейін қосымша сүре оқып оқи бересіздер. Ал 4 ракат оқитын болсаңыздар, 2 ракат бөлек бітіресіздер, одан кейін тағы да 2 ракат бөлек, солай аяқтайсыздар. Солай оқыған жеңіл болады адамға. Одан кейін осы тахаджуд намазын қай уақытта оқимыз? Тахаджуд намазының түннің 3/1 бөлігінде оқыған абзалырақ дейді. Ол 3/1 бөлігін қалай аламыз? Мысалы, құптан намаз сағат 9-да кіретін болса, таң намазы таңғы 6-да кіретін болса, 9 пен 6-ның арасында бізде 9 сағат уақыт бар. Осы 9 сағат уақытты
үш бөлікке бөлесіздер. Сонда 3 сағат, 9-дан түнгі 12-ге дейін бірінші бөлігі, түнгі 12-ден таңғы 3-ге дейін екінші бөлігі, таңғы 3-тен таңғы 6-ға дейін үшінші бөлігі болып саналады. Сонда сіздер үшінші бөлігі түнгі 3 пен түнгі 6-ның арасында бір жарты сағат ба арнап тахаджуд намазын оқысаңыздар болады. Жаңағыдай 2 ракат, 4 ракат, 8 ракат немесе 12 ракат оқысаңыздар да болады, өз қалауларыңызша. Енді осы тахаджуд намазын оқып болғаннан кейін негізінен таң намазына жақын уақытта оқығанда жақсы да. Мысалы 1 сағат қалғанда, жарты сағат қалғанда, немесе ертерек оқимын, мен таңғы 4-те оқимын десеңіз, өз еркіңіз. Мысалы таңғы 4-те тұрасыз, тахаджуд оқисыз, таңғы 5-ке дейін, одан кейін таң намазына дейін ұйықтап аласыз. Мысалы таң намазы 6-да кіретін болса, таңғы 5-тен 6-ға дейін ұйықтап алып, сосын барып таң намазына қайтадан тұрсаңыз да болады. Ең бастысы бұл жерде намазда қаза етіп алмау, парыз намаздарды қаза етіп алмасаңыз болды. Енді тахаджуд намазына қалай оңай оянуға болады? Оның рухани себептері бар, одан кейін кәдімгідей физиологиялық дейді ғой, себептері бар да. Түнде көп тамақ жемеу. Егер көп тамақ жеп қоятын болсаңыз, ол астың қорытылуы үшін біраз қимылдаңыз, немесе Құран оқыңыз, зікір айтыңыз, истихфарлар айтыңыз, сол арқылы асты қорытып, содан кейін ұйықтаған абзалырақ тахаджуд намазына тұру үшін, оңайырақ тұру үшін. Екінші себебі тахаджуд намазына негізінен иманы мықты адамдар тұра алады дейді. Біздің иманымыз негізінен ауытқып тұрады, біресе жоғары болады, біресе төмен болады. Сол үшін көбірек истихфар айтыңыз, көбірек салауат айтыңыз, және де ұйықтар кезде шын жүректен дұғалар оқып, аятул курсиді оқып, одан кейін түнде оқылатын қандай сүре бар, мүлк сүресін оқып, шынымен де Аллаға дұға етіп азанда тұрыңыз. Одан кейін барып, тақ қандай амалдар жасауға болады? Ешкімге қиянат жасамаңыз, ешкімнің ақысына кіріп кетпеңіз, ашуланбауға тырысыңыз, барынша осындай жаман әдеттерден арылу арқылы, және де түнде тамақты азайту, тіпті түнде жемеңіз, кешке жеңіз да, одан кейін сол арқылы астың қорытылуы арқылы тахаджуд намазына тұру оңайырақ болады. Және де таңда тұрған кезде бисмиллахир-рахманир-рахим деп будильник ұрды ма, уже бисмиллахир-рахманир-рахим деп ниетті дұрыстап алыңыз. Тахаджуд намазын оқуға ниет еттім, мен өзгеруге ниет еттім деген оймен тұрыңыз, одан кейін намазды оқып кете бересіз. Ал жаңағы намаздың реттерін бағанағыдай орындасаңыз болады. Сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Егер сәл шатасып кететін болсаңыздар, қайтадан көріңіздер, керек жерлерін жазып алыңыздар. Және де мен алдағы уақытта иншалла аудио кітапша ретінде осы тахаджуд намазы туралы оқиғаларды айтуға барынша тырысамын Рамазан уақытына дейін. Соңында міндетті түрде көріп, лайк басып, достарыңызға таратып жүріңіздер. Тахаджуд намазына тұратын адамдардан болуды Аллах тағалам насіп етсін. Баршаларыңызға ассаламу алейкум.